Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және оқырмандар. Бүгін Нұрблог каналында балыққа шығатын боламыз, яғни шардара. Бүгінгі видеомызда түсіндіретін боламыз, қай жерден аулау керек, не затқа түседі, соның бәрін көрсететін болам. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Осылай палаткамызды құрып, дайындап, жинастырып, енді қармаққа кірісеміз қазір. Осындай. Осылай қармақтың басына іліп, жоғымызға жүгіріп дайындайтын боламыз. Несі не бар бұл үшін? Дәрі қосылған. Дәрі қосылған. Кораблигімізді дайындап, жем салып, суға жіберетін боламыз қазір. Картерімізді қазір суға жіберетін боламыз. Артында осындай екі вентилятор бар. Мына жерге қармақтың басының екі жанына жем салып, суға жібереміз. Пультпен басқарып. Ну, понял. Точка қойыңыз а? Точка. Бет істеп алдыңыз а? Қайтатын? Қазір қайығымызды құрастырып, үріп, суға шығатын боламыз. Жаңа апарып тастаған қайықпен қармақтардың басын уже тартып жатыр. Бар. Жақсы тартты ғой. Бәрі завод ғой ноғай? Иә. Босап қойсаңыз, тіркет тартып кетіп қалмын ғой жағаға келгесін. Шамал. Мынау да кетті? Жоқ, мынаған тиіп жатыр ғой. Значит, былай қарап қашты ғой. Біле. Ha? Заводыңыз ғой бұл, Иә.
Ұзақта екен де балық. Кеп қалды. Қанша ұзақ болса сонша дұрыс болып тұр ғой. Мынаны тұртып отыр ғой. Келе жатыр ғой мына. Қайта лақтырып, қайта корабликпен жіберіп жүргенде кеште батып қапты. Палаткамыздың ішіндегі отын жағып жылдайын дедік. Өстіп кіріп шығып жүргенде кеште батып қапты. Бұл біздің палаткамыздың ішкі көрінісі. Отын жағып, жылытып, шайды қойып, ужин ішейін деп отырған түріміз. Бүгінгі күніміз осылай өтті. Бүгін түн мен қармақтарға қарауылдап, ертең азанда жалғастыратын боламын видеоны. Бар ма? Міне осылай бірінен соң бірін ұстап, садағымызды толтыруға шақ қалдық. Бүгін ұстағандарымызды. Міне осылай жолға шықтық. 2 күндік рыбалкамыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаймыз. Видеоның астына отырған жеріміздің местоположениесін қалдыратын боламын сіздер үшін. Видео ұнады деген ойдамын.